Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен мен Элеонора. Бүгін біз жолдасымның ең сүйікті тағамы ұн қуырдақты әзірлейміз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Су майды құйып, үстіне етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Кейіннен пияз салып, пиязды да бірге қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз, еттің үстінен асатындай су құямыз. Қақпағын жауып, суға аздап тұз салып, араластырып, ұнға құйып, қатты емес және қатты жұмсақ емес, орташа етіп қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, тындырамыз. Қамыр тынып болғанша картоп ашып, дайындап қоямыз. Қамырды жұқалап, жайып аламыз. Бөліктерге бөліп, қызып тұрған духовканың табасына кептіреміз. Қамырды осы видеодағыдай кептіреміз, қатты кеуіп кетпеуін қадағалаймыз. Қолдарыңызды абайлаңыздар, таба өте ыстық. Дайын болған нанды осылай ортасынан кесіп, бір-бірінің формасына келтіріп аласыздар. Содан кейін осы видеодағыдай орап, жұқалап кесесіздер. Картопты қайнап тұрған ет пен пияздың үстіне салып, жақсылап араластырып, үстінен нанды бірден саламыз. Үстінен жарты кесе су май құйып, отын көбейтіп, қақпағын 15-20 минутқа жауып қоямыз. Қақпағын ашпай тұрып, осылай сілкіп жібергендеріңіз дұрыс. Дайын болған ұн қуырдақты жолдасыма ұсынамын. Ас болсын. Барлықтарыңызға сәлем. Еладан дәмтаған каналына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Бүгінгі бізде ас мәзірде ұн қуырдақ. Алдыңғы 2 видеомыз бар, оғанда тіркеліп, комментарийға ас болсын жазып кетіңіздер. Қазақша контент, қазақша асымырды қолдап кетіңіздер. Тамақ ішіп отқандарыңыз болса, ас ішіп отқандарыңыз болса, ас болсын. Маған да өзім ас болсын. Ал бастаймыз біз. Бісміллә. Дәмі деген зор енді, солай айта алмаймын. Бұны ұн қуырдақ жеп жүрген кісілер біледі.
Қазақша кимчи деген осы. Достар, өте дәмді болыпты. Бүгінгі аспазымыз және жоғарыда айтып кеткендей оңғырдақ. Өте дәмді болды. Менің келіншегіме рахмет. Қонаққа келіңіздер. Және де бағана басында айтқандай каналға тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер, рас болсын деп. Лайк басуды ұмытпаңыздар.